Сонымен президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа жолдауын жариялады. Әрбір жолдау аса маңызды құжат. Жүріп өткен жолмен алдағы күннің арасындағы дәнекерлеуші көпір деуге де болады. Халыққа жолдау жасау президенттің міндеттерінің біріне жатады. Президент негізгі мәселелер бойынша ұстанымын білдіреді. Елдегі қазіргі жағдайды бағалайды және болашаққа арналған іс-қимыл жоспарын ұсынады. Былайша айтқанда, ол жетістіктер мен мәселелер туралы ақпарат пен есеп береді. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Мемлекет басшысы басымдықтарды анықтайды. Жолдаудың өзі мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарын белгілеуге көмектеседі. Президент өзінің жолдауында жаңа заңдар, реформалар немесе елдің дамуы үшін маңызды деп саналатын бастамаларды ұсына алады. Тағы бір қырынан алып қарасақ, жолдау президент пен халықтың байланысын арттырады екен. Жолдау қоғамдық сипатқа ие болып, бұқаралық ақпарат құралдарында жан-жақты көрінеді. Ал бұл президентке халықпен тікелей байланыс орнатуға, саясатты түсіндіруге және сайлаушылармен байланысын нығайтуға мүмкіндік береді. Жолдау президенттің ұлттық мүдделерге адалдығын растаса керек. Конституцияға сәйкес Қазақстан президенті ішкі және сыртқы саясатты қалыптастырады. Жолдаудың мемлекеттік саясатты қалыптастырудағы маңызды нәрсе екенде сондықтан. Президент жолдауы барлық мемлекеттік органдарға, ведомстволарға, мәслихаттарға, парламентке жаңа міндеттер қояды. Жолдаудан туындаған міндеттерді орындау басталады. Соған сәйкес ұжымдарда жиналыс өтіп, президент жолдауы ортаға салынады. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы парламент мәжілісінде өткізілген жиыннан хабар жариялаған екен. Онда жолдаудан туындайтын негізгі мәселелер алға шығарылып, депутаттардың істейтін нәрселері айқындалған. Сөйтіп, мәжілісте бюро отырысы өткен. Онда мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов мемлекет басшысының әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм атты жолдауын жүзеге асырудың негізгі міндеттерін атап өткен. Мәжіліс төрағасының айтуынша, әр жолдау алға деген қарқынды ұмтылыс. Президент лауазымына кіріскен күннен бастап Қасым-Жомарт Кемелұлы ауқымды стратегиялық реформаларды қолға алды. Бүгінгі жолдау сол реформалардың заңды жалғасы. Осылайша мемлекет басшысының экономика, саясат пен идеология саласын қатар реформалауға бағытталған стратегиялық бағдары үздіксіз іске асуда. Бүгінгі жолдау қоғамды толғандырып отырған ең өзекті проблемаларға нақты жауап. Ерлан Қошанов өңірлерді аралап келген депутаттар азаматтардың мұң-мұқтажы мен талап тілегін, елдегі жағдайды жақсы білетінін айтты. Ол жолдауда шағын және орта бизнесті қолдау, ауыл шаруашылығын қаржыландыру, банктердің экономикаға көбірек қаржы құюына жағдай жасау, салық саясатын қайта қарау және бюджет тапшылығы мәселесін шешу жөніндегі маңызды шаралардың барлығы заңнамалық деңгейде шешімін табуы керек екенін атап өтті. Жиында мәжіліс төрағасы осы күні депутаттардың қарауында бюджет кодексі жатқанын айтқан. Оған қоса мәжіліске салық кодексінің жобасы түскен. Осы кодекстерді қарау кезінде президент тапсырмаларының барлығын ескеруіміз керек. Бұл заңдар мемлекет басшысының экономиканы жаңғырту бойынша тапсырмаларын орындауда негізгі рөл атқарады, деді мәжіліс төрағасы. Мәжіліс спикері сондай-ақ президент банктер туралы жаңа заң қабылдау жөнінде нақты тапсырма беріп, мемлекеттік кәсіпорындарды басқару саясатын жетілдіру және активтерді қайтару бойынша нақты міндеттер жүктегенін еске салды. Депутаттар алдына қойылған міндеттердің қатарында ұлттық қордан бөлінген қаржыны тиімді пайдалану, халықты толғандырып отырған маңызды әлеуметтік мәселелерді шешу, оның ішінде білім беру саласын және бұқаралық спортты дамыту мәселелері де бар. Сондай-ақ спикер 6 қазанда өтетін атом электр станциясын салу бойынша жалпы халықтық референдумда күллі Қазақстан халқының ұстанымы белгілі болатынын айтты. Бұл елімізде жаңа саяси мәдениет қалыптасып келе жатқанының жарқын көрінісі, халық үніне құлақ асатын үкімет тұжырымдамасының нақты нәтижесі. Мәжіліс төрағасы қазіргі жаһандық ауыртпалықтар кезеңінде Қазақстан дамудың жаңа бағдарын ұстанып, әділетті, адал және қауіпсіз қоғам құру жолында сенімді түрде алға басып келе жатқанын атап өткен. Ал заң шығарушы билік тармағының басты
басты міндеті елдегі заң мен тәртіптің үстемдігін қамтамасыз ету. Әрине, жолдауды арқау еткен жиындар барлық жерде өтіп жатыр және қоғам оны жақсы қабылдағаны көрініп тұр. Саясат, экономика, даму мәселелерімен қатар көпшілікті әскери қызметтің жай жапсары да қызықтыратыны сөзсіз. Портал материалдарында президенттің жолдауда айтқанында келтіріліпті. Мемлекет басшысы былай деген: әскер қатарында заң мен тәртіптің сақталуы айрықша маңызды міндет. Жастар әскерге отан алдындағы борышын өтеуге барады. Жас сарбаздарымыз өз міндетін алаңсыз орындау үшін әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Қарулы күштер мен басқа да күштік құрылымдар осы талапты мүлтіксіз орындау қажет. Әр ата-ана әскерге кеткен баласын мемлекетке сеніп тапсырады. Сондықтан сарбаздардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ең алдымен армия басшылығы және құқық қорғау мекемелерінің басшылары жауапты. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.